Сәлем достар, бүгінгі пайдалы ақпаратымыздың тақырыбы бүйрек ауруын қарапайым емдеу жолдары. Бүйрек адам ағзасындағы маңызды мүше. Ол күніне 200 литр қанды сүзгілеп отырады. Және де адам ағзасындағы қанындағы улы заттарды тазартып, суды реттеп отырады. Қазіргі таңның өзінде бүйрек ауруымен ауыратын адамдардың саны өкінішке орай көбеюде. Оның көптеген себептері вирустық, бактериялық және де суық тию. Осының бәрі бүйрекке қатты әсер етеді. Бүйрек ауруларымен ауыратындарға көбіне ер адамнан қарағанда әйел адамдар көбірек ауырады. Оның себебі репродуктивті жастағы өзгерістер болып келеді. Қазіргі таңдағы біздің медицинада көптеп кездесетін бүйрек ауруларына ол белонохрит, сонымен қатар бүйректе тас, құм жиналуы, оның барлығы көптеп кездеседі. Бүйректің атқаратын қызметін бұзады. Бүйрек ауруларының негізгі белгілері ең біріншіден аяқтың, көздің, қолдың ісініп кету жағдайлары болып табылады. Себебі бүйрек суды реттейтіндіктен ағзадағы, яғни қан айналым нашарлайды. Соның есебінен судың барлығы ісіну белгілеріне алып келеді. Оны жеңудің ең бір ынталы жолы ол жатар алдында суды ішпеу, белге арналған жаттығулар жасау. Бұлар ісінудің алдын алады. Әйел адамдар бүйрек ауырған кезде әлсіз, тоңғыш болып келеді. Әйел адамдар тамақ рационын дұрыстаған жөн. Оған көбінесе зімбір, пияз, қой еті, сиыр етін қосу адам ағзасындағы бүйректің қызметін жақсартуға көмектеседі. Бүйрек әлсіздігінен әйел адамдарда ішкі секреция бұзылады. Соның есебінен бүйрек үсті безінен адреналин гормонының бөлінуі азаяды. Сөйтіп, адам ағзасында әйелде зат алмасу процесі бұзылып, артық салмақтың жиналуына алып келеді. Бүйректегі құмды, тасты тазарту үшін бүйрек ағзасы үшін ең маңызды және қызметін жақсартатын ол лавр жапырағы. Күнделікті 2 лавр жапырағын жарты стакан суға қайнатып ішіп жүрсеңіз, ағзаңыздағы бүйректің қызметін жақсартуға үлкен үлесін қосады. Бүйрек ауруларында қабынуға қарсы, суық тиюден құтқаратын, сонымен қатар емен қабығы болып табылады. Бұны тұнба ретінде қабылдаған жөн. Күніне 5-6 уақытта тамаққа дейін емен жапырағын, яғни қабығын 1 литр суға қайнатып тұнба ретінде қолданып отырған өте пайдалы. Осымен пайдалы ақпарат айтары өз мәресіне жетті. Достар, келесі видео бүйректегі тастарды түсіру жолдарымен тағы бөлісетін боламын. Өткізіп алмауыңыз үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз.